2023 жылдың соңында біздер мемлекеттік сараптама қорытындысын алған болатынбыз. Онда манағы қаражаттың өскендігі туралы ақпарат берілді, және де неге өсетіндігі туралы ақпарат берілді. Бірақ бұл ретте подрядчиктің тарапынан және де авторский надзордың тарапынан жалпы жобаның өзі және де сондағы корректировкалардың барлығы мемлекеттік сараптамадан шыққаннан кейін де көптеген келіспеу, жаңағы ішіндегі кейбір нәрселерге келіспейтіндігіміз жөнінде бірден хабарлаған болатынбыз. Президент әкімшілігінің инспекторы, біздің облыста көрер өтетін Абзал Нүкенұлы Нүкенов, сол кісі экологиялық мәселелерге сараптама жасау үшін облысқа тексеріс жұмыстары, жалпы экологиялық мәселесін қарастыру бойынша келген болатын. Сол уақытта АЗПМ, бұл ретте өзіңіз білесіз, осыған дейін 20 жыл шықпаған, соның қаражатын қарастыру бойынша тапсырма берілген болатын. Содан кейін ХГМЗ бойынша қабылданатын мәселелер бойынша, сонымен қатар манағы осы Қошқарбатадан басқа тағы да радиациялық жерлердің табылып, сол уақытта біздер реестралық мониторингтік топтың қорытындысы бойынша берген ұсыныстарымыздың барлығы бойынша президент әкімшілігінің аппарат басшысына ұсыныс енгізілген болатын. Бұл ретте сол президент әкімшілігінен аппарат басшысының өзінен тапсырма келген болатын. Қаражатты ысырапқа салмай, жоба бойынша қосымша зерттеу жұмыстарын жүргізсін деген арнайы тапсырма келді. Нәтижесінде жол картасы жасақталды. Жол картасына сәйкес бүгінгі таңда біздер бірінші пунктісін жасап болдық толығымен. Бұл жерде қандай тапсырма берілді? Экология министрлігі мен денсаулық сақтау министрлігі, яғни бірігіп осы өңірге келіп, толығымен көлдің айналасындағы радиациялық фонды зерттеу бойынша тапсырма берілген болатын. Бұл ретте денсаулық сақтау министрлігінің хатын ескеретін болсақ, 2023-2024 жылдар бойына радиациялық фон белгілі шекті рауал концентрациядан аспаған болатын. Соған сәйкес каждый нүкте бойынша, яғни белгіленген километрлар бойынша нақты өлшем алсын деген тапсырма берілді. Бұл бойынша біздер зерттеу жұмыстарын жүргіздік. Расменде бүгінгі таңда радиациялық фон рауал шектеулі концентрациядан аспай отыр, бірақ радиобелсенді элементтер бар. Бұл осыған дейін де айтылды, қазір де бар. Соған байланысты қазіргі таңда Министерство энергетика министрлігіне тапсырма берді, яғни ұлттық ядерлық орталықтан осында мамандарды жолдап, ол кісілер радиоактивті элементтердің радиоактивтілігін әрі қарай жалғастырмау үшін нақты алгоритм беруі тиіс. Оның барлығы жол картасында нақты белгіленді. Соған сәйкес бүгінгі таңда, сонымен қатар өткен аптада өзіңіз білесіз, бізге өңірге Бозымбаев келіп кетті. Ол кісі де осы тапсырманы берген болатын. Аппараттың тікелей бақылауында екендігін ол кісі де нақты айтты. Сонымен қатар ол кісі де қаражаттың үлкен қаражат кететіндігі туралы айтты. Және де осы жобаның бұрыннан бері айтылып келе жатқанын да айтты. Және де осы жоба бойынша бір айдың ішінде нақты шешім қабылдап, яғни алгоритмін беріңіз деп нақты тапсырманы Министерство энергетика мен ұлттық ядролық орталығына берген болатын. Ал енді қаражатты неге біздер төлемедік деген сұраққа келетін болсақ, осы көрсетілген резолюцияға сәйкес бүгінгі таңда біздер ешқандай төлеу жасай алмаймыз. Себебі нақты тапсырма бар. Яғни біздер осыған дейінгі істелген жұмыстар енді ол қабылданды, жақсы, оның барлығына да ешқандай да дауа жоқ. Ал ендігі жасалынған жұмыстардың қандай, мына көрсетілген, егерде радиациялық фон болмайтын болса, егерде құмның сапасы келмейтін болса, біз ол жұмысты қалай қабылдаймыз? Ол бірінші мәселе. Екінші мәселе, бұл жерде жергілікті атқарушы органның компетенциясы жалпы радиациялық фон болғанда қандай болу керек екендігі туралы нақты заңнамада көрсетілмеген. Бұл ретте тағы да еске салғым келіп тұр, объект негізінде республикалық баланста, сол себептен бұл жерде жалпы жұмысты толығымен координация қазіргі таңда экология министрлігінде болғанмен, бұл кісілерде де қалдықпен жұмыс жасау бар да, радиациялық заттармен қалай жұмыс жасау керек екендігі туралы функция жоқ. Бұл жерде энергетика министрлігі толығымен алгоритмді беруі тиіс деп есептейміз. Сол себептен қазіргі таңда НЯЦ, яғни ұлттық ядерлық орталығының зерттеушілері келіп,
нақты алгоритмді беру керек. Сол бойынша, соны тездету бойынша бүгінгі таңда жұмыстарды атқарып жатырмыз.